жатыпсың, сен іздеп шынға шықтым. Ассалаумағалейкум достар, сіздер менің Қазақ Орда каналы видеоның басымен жатып сіздерден де қолдау күтеміз. Біздің каналға тіркеліп лайк басуларыңыз, сосын комментарияны аямай толтырып жазып жіберіңіздер қолдаулар арқылы. Және де сіздер достарыңызға таратсаңыздар да болады. Сіздерге енді кім мықты рубрикасының алдында жасырған едім. Енді ол барлық жауаптар өте керемет. Сіздерге рахмет, жауап беріп жатсыздар. Шуле болсын, Андрей Аршавин болсын, бәрі дұрыс жауап достар. Білетін жандар бар екен. Сіздерге рахмет. Және сіздерге тағы бір кім мықты рубрикасына сұрақ емес, бірақ енді өздеріңіз елестетіңіздер. Сіздер кішігірім футболшысыздар, ортаңғы болсын. Енді сіздер тек АПЛ клубтарына барасыздар. Өз басыңыз қай клубқа барғыңыз келеді, соны төменге жазып кетіңіздер. Ал достар, аямай жазып тастаңыздар. Бүгін бізде FIFA Mobile-дан шыны керек мен үшін қиын таңдау болды деп айта алмаймын, бірақ та енді кішігірім өзгерту керек болды. Және де бұл жерде өздеріңіз білесіздер, бүгін мен Мессиімді сатып жатырмын, және де керек емес ойыншыларды сатып, өздеріңіз білетіндей Криштиану Роналдоны сатып алайын деп отыр. Бұл да өте қиын таңдау болды. Мессиде де кішігірім өзгерту керек болды. Шаул шеуде енді азайып бара жатыр. Роналдоны алған едім, бірақ енді тағы да алайын деп отырмын қайтадан. Кішкене етпес, біздерге енді бұл жерде Пентакурты бағаларын сатып жібердік, және де Мессиден 3 миллиондай нені алып сатып уже бірден. Бізде қазір бұл жерде 100 миллионға кішігірім қалған еді, бірақ ол болмай қалды өкінішке орай. Енді кейбір жандар жазатын шығар, составын өзгертшейші, одан да ондай бізге керек емес, бірден Криштиану Роналдоны аламыз. Себебі Роналдомен бір ойнап қалу керек болып тұр. Ойнадық, алдында енді обзор түсірген едім, бір жақсы ұнады, одан кейін сатып жібергенім қайттан қымбаттады. Минусқа кеттік десек те болады, бірақ оның еш несін ойламайтын боламыз. Ал кеттік, бұл жерде 96 миллионға бірден сатып алдым. 3,5 миллион қалған екен. Бірден дайын Роналдо бізге. Бұл да енді бұйырса көтеріліп жатса, тиімді болады деп ойлауға болады бұл жерде. Ал кеттік, Мессиімді сатып, Роналдомды алдым. Роналдоның енді қазір көтеретін боламыз, бірден тромкалар беріп. Бұл Роналдо енді қай аяғымен болса да түйет, 5 жылдыз беріп саған, оның бәрі. Енді бұл жерде бізде кімге берген едім? Мен бұл жерде Земерманға тромкасын берген едім. Мессидің бұл жерде енді Криштиану Роналдоға береміз. Роналдоны енді 109 ғаламау деп ойлап отырмын. Бұл жерде 109 болған екен. Жақсы. Осы Роналдомен бір ойнайтын боламыз, ал достар. Ол бірден Division Rivals ойнек. Равный играда енді көп енді шаулшылар білінбейді. Енді осы Division Rivals білінет бір жақсы. Тез бітігеуі де жақсы да бұл жерде. Алдыңғы обзорда көрмей жатқан жандар болса, тағы да осы жерде көрулеріңізге болады. Біздердің тек қолдау. Канал толтырып, лайк басып тастаңыздар болғаны, басқа ештеңе күтпейін достар сіздерден. Тек қолдау тек болды. Ал қарсыласымызды көреміз. Бұл жерде қарсыласымыздың составы емес, біздің состав. Роналдо жарқырап тұр бұл жерде. Бұл жерде енді ортаңғы составтар, қарапайым, ешқандай өзгерту жоқ. Ал кеттік, Ван Перси бұл жерде жасайды. Өзі Роналдо жанында кеткен еді, бірақ Роналдоға берген жоқпын. Міне Криштиану Роналдо өзімен ойнайтын боламын, және де өтті артқа тартамыз, айналдырып бұл жерде мүмкіндікті жібермеген Криштиану Роналдо. Ван Перси Роналдоны іздеп келе жатыр, 7-ші нөмір. Ой, Ван Дейк қалай итеріп сат бұл жерде Роналдоны. Мане іздеп келе жатыр Роналдоны, соққы, солақаймен бірден гол. Сылқ етіп сала қойды ғой. Міне Роналдоға тағы мүмкіндік. Вирджил ван Дейк Рома соққан голын айналдырып соғуға болатын еді. Әттең. Өздеріңіз білетін жандар бар шығар деп ойлаймын. Рома соққан сияқты сол голды. Бұл жерде Лука Модрич соққысы өте жақсы. Роналдоны таба алмай жүрмін. Роналдо алыстан соққы бағыттай ма? Солақаймен Ван Дейк қорғандай әйтеуір бұл жерде. Роналдоның әуелеп соғатын бастары бар еді. Ой, бұл жерде Мане соғып жүр ғой.
Ван Перси араласып жатыр ойынға. Роналдоны іздеп жатырмыз. Роналдо, Валверде. Роналдомыз қайда? Роналдоны іздеп жатыр. Әлі болмай жатыр бұл жерде. Мане. Ой, Ван Перси әйтеу. Пустой воротау соқты әйтеу. Голды. Модрич. Роналдоны әлі таба алмай жатыр. Роналдо көп араласқан жоқ. Бірақ енді бір 2 голдай соққан сияқты бұл жерде, қателеспесем. Роналдо өте жақсы, ең мықты шабуылшылардың бірі ғой. Енді осы FIFA мобайлда білмеймін, енді бұйырса жаңа ойыншылар тағы шығады. Роналдо ол жерде шықпайтын сияқты, өкінішке орай. Енді FIFA-ның айтуы бойынша деп айтуға болады, или бер жағындағы хит не істейтін өтірік ақпараттар шығаратын жандар да бар, бірақ енді ол жерде финалисттер шығуы мүмкін деп жатыр. Бұйырғанын көреміз. Финалист шықса Мессиді аламыз, Ван Персидің орнына. Еш несі жоқ. Бұйырса оған да күн жетеріміз бұйырса. Ал бұл жерде екінші қарсыласымыздан көреміз. Кім шықса да әйтеуір Роналдоны іздеп жатырмыз. Роналдо кэш алдында және 2 ойыншыдан өтті. Сол ақайымен тек қақпаның төбесіне айналдырып жүртуші. Бұл жерде кім? Модрич, Ван Перси, Роналдоға бершеш, Мане тұр ғой, 4 шабуылшы. Қарап тұр тек допқа, қайсы гол соққысы келеді. Любой соға береді, тек Мане, тек Роналдоға берсеңдер жақсы болар еді. Бұл жерде Ван Перси шабуылшы. Міне бұл жерде Роналдо айналдырып сол ақаймен қақпашыға мүмкіндік жоқ шыны керек. Анандай ударды тіреу дегенің қайда жатыр? Міне бұл жерде бір финт және соққы, қақпашы бірден тіреді. Роналдоның бұл жерде салуы керек. Ой, салды. Енді Месси кетті, енді Роналдо бізде штраф тебетін, сондықтан да енді Роналдомен тебетін боламыз. Роналдомен жыл сайын ойнайтын едім. Мен осы жылда да бұйырған екен ойнау. Бұл да бір аңыз футболшы. Ой, мына голды өте керемет. Соққысы да жақсы. Зиеш, пас. Достар, сіздерге бір сұрақ қойыншы. Бір шабуылшы ойнаған дұрыс па, или 2 шабуылшы дұрыс па? Қалай ойлайсыздар? Төменге жазып кетіңіздер. Мен ойлап жүрмін, Ван Персиді сатып жіберем ау деп. Роналдомен ойнай берген дұрыс сияқты шабуыл ретінде тек. Ван Персидің көп несі жоқ, бұл жерде мүмкіндік жоқ. Ой, Мане гол соқты, өте керемет. Міне осылай достар, видео ұнаса деп айтпай қояң, әлі бұйырса. Мына жерде енді біздерде Месси, Роналдоға, білмеймін, Роналдо алған жандар өте көп, қазір бағасы одан сайын көтеріліп жатыр. Бұйырса енді 120 жетіп жатса көреміз бұйырған. Енді осылай достар, сіздерге кішігірім видео лайк басып, канал тіркелуді ұмытпасаңыздар болған. Сіздерден тек қолдау достар болған. Ал достар, келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.